Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Көркем фильм кинокомпаниясы ұсынады. Қысқасы бұлай, ешкім естімесін. Ана ауылдық Дана теледидарға түсті ғой. Қыздар, тосын сый. Бізге телеарнадан тілшілер арнайы қонаққа келді. Қалай? Макс, қайдағы тосын сый? Неге алдын ала ескертпедің? Сәлеметсіз бе? Дана деген сіз екенсіз ғой. Бөлмеңізді түсірейікші. Кәдімгі тұрмыс тіршілігіңізді дегендей. Қайдағы тұрмыс тіршілік? Қараңыздаршы, бәрі шашылып жатыр. Шашылып жатқан сенің төсегің ғана. Қайдағы бір жоқ, қайырымдылық қорын ұйымдастырам дейме. Көз жасыңды бұлдайын дедің бе? Әлде арзан атақ ала салғың келеме? Сен өзі қайырымдылық қоры не екен білесің бе, а? Кешіріңіз, шығып кетіңізші, бөгет болып тұрсыз. Мен ешқайда бармайым. Бұл менің бөлмем. Дана, сізден сұрайын дегенім, бұндай ой сізге қайдан келді? Ол үшін науқас балаларға нақты не қажет екенін білу керек. Жалпы қордың мәселесі мен жағдайлары туралы білу керек. Басқа жағдайларда өте көп. Басқа осындай науқас баласы бар отбасына не қажет екенін дәл мен де ешкім біле бермейтін де шығар. Қойыңдаршы болды. Көріп тұрсыздар ғой. Ол әдейі жаны ашсын деп алдап, арам пиғылмен көз жасын бұлдап тұр. Студенттер оған ақша жинамасы бар ма? Сосын, сол ақшаның бәрі аяқ асты ғайып болды. Бетім ай. Жастар, жан достар, арманға жолдастар. Достар, 15-ші бөлім. Ақшаны тартпаға салғаныңа сенімдісің бе? Мүмкін басқа жерге жасырған шығар. Жоқ, тартпаға салғанымды анық білем. Мүмкін заттармен бірге жинап жіберген шығарсың. Басқа қайда болуы мүмкін. Барлық жерді қарап шықтым. Сен де қызықсың. Ақшаны сондай жерге кім қояды? Тым болмаса, кітаптың арасына сала салмадың ба? Нұрлан, онсызда жанымыз күйіп тұрғанда қайдағын айтпашы. Алина, ақшаны соңғы рет қашан көрдің? Сен басқа жерде жоғалтып алдым деп ойламайсың ба? Басқа жерде жоғалтқаны нес? Сонда жатқан. Қалай болса да солай сөйлей бермеш. Бұл жерге бөтен адам келмеген сияқты еді ғой. Өздерің басқа жерге қоймап бедіңдер? Жоқ. Сендерге айтар жақсы жаңалығым бар. 4 көздерің түгел екен, тіпті жақсы болды. Дана, сендердің балаларға арналған қайырымдылық қоры жайындағы жоспарларыңызды университет басшылығы қолдап отыр. Енді біз тіпті заңдастыру жағында қарастырып қойдық. Айтпақшы, бұл іске ірі компаниялар өзінің қызығушылығын білдіріп отыр. Сондықтан бұл іске немқұрайлы қарауға болмайды. Біздің қолға алған бастамамыз енді маңызды шаруа болайын деп тұр. Айтайын дегенім тағы да біз сендерге бөлек кабинет бөлейін деп жатырмыз. Ол кабинеттің ішіне біз сейф пен үстел орналастырып қойдық. Енді студенттерден жиналған ақшаны сол сейфке сақтасаңдар болады. Бірақ мен түсінбей тұрмын. Сендердің көңіл күйлерің жоқ қой. Не болды? Асқарбек Мұратұлы. Біз ақшамызды жоғалтып алған сияқтымыз. Қалай жоғалтып алдыңдар? Міне, ақыры бәрі қалпына келген сияқты. Ақшаны қалай ғана жоғалтып алып жүрсіңдер? Осы сұрақ бізді де мазалап отыр. Бұл жерде бәрі шектен шыққан екен. Ал қауіпсіздік мәселесі қаралмаған. Асқарбек Мұратұлы, мені басқа орынға ауыстырсаңыз жақсы болар еді. Мен мыналармен бірге бір бөлмеде тұрғым келмейді. Қане Дана, дәлелдеш. Ақшаны өзің жымқырған шығарсың, а? Үндемейді ғой. Дана. Не болып кетті өзі? Қаншама жоспарымыз бар еді. Ешқайсының реті келер емес. Осы мен бір нәрсені түсіне алмай жүрім. Ақша қайда кетуі мүмкін? Қайда кетуші еді? Алған адам қызығын көрген шығар осы уақытқа дейін. Бәрі менен көретін болды. Қойш қайдағын айтпай. Оған сен қатысын жоқ екен бәріміз білеміз. Біз ұрыны тауып,
мойындатқызамыз әлі. Меніңше, бұл не Дастанның, не Камиляның ісі. Басқа біреудің алуы мүмкін емес. Дастан? Оған ақшаның не керегі бар? Несі бар? Алса алған шығар. Басты бәсекелес көрініп, ұятқа қалып жатса, оған да жақсы емес пе? Әсіресе Камилядан көбірек күдіктену керек. Ол бізге тісін қайрап жүр. Ал жарайды. Сайлауды жеңетін Дана емес Дастан делік. Камиляға одан не пайда? Сен еш нәрсе де түсінбепсің. Дастанның осы былыққа араласуына себепкер болған Камиля. Сайлауға қатысты істерді де сол атқарып жатыр. Сөйтіп, Дастанның басын айналдырмақ. Қисынға келеді. Солай дейік. Бірақ, қалай мойындатамыз? Иә, ұсталмаған ұры емес. Мәріңе сәлем. Қалай, дайындықты бастаймыз ба? Әлде оған көңіл келерің жоқ ба? Гаухар, бүгін зауқымыз соқпай тұр. Ертеңге қалдырсақ қайтеді? Жарайды, солай-ақ болсын. Сендер кітапханада болдыңдар ма? Ол жерде Дана туралы жазылып тұр. Елдің бәрі у-шу болып жатыр. Кім жазған мұны? Сендер шынымен ақ ақшаны өздерің алдыңдар ма? Мен ешқандай ақшаны алған жоқпын. Әй, бұл жала. Бұл жайда бір шекілік бар. Кім болса да бәсекелесін тығырыққа тығу үшін әдей жасаған қулығы. Жоқ, иә, Дана ондай адам емес. Рас айтам, мен бұл ақшаны ұрлатып алдым. Бұл нағыз жала. Иә, бәріңе есеп береміз. Ол үшін қам жемеңіздер. Мына жерде тағы бір нұсқасы ілініп тұратын болады. Біз көздеген мақсатымыздан еш айныған жоқпыз. Жиналған ақшаның бәрі ауру балаға емделуге жұмсалуы тиіс болатын. Тыныштық сақтаймыз, тыныштық. Тыныш. Ақшасын қайтып алғысы келетіндер болса, міндет түрде қайтарып береміз. Тыныш. Неге маған сенбейсіңдер? Осында отырсың ба? Сені іздемеген жерім жоқ. Масқара болдым. Құдай-ау, мен оларға не жаманшылық істедім? Неге олар маған сенбейді? Дана, көпшіліктің еш кінәсі жоқ. Мұны ұйымдастырып жүрген Дастан мен Камиляның бірі. Бұрышта мәз болып тұрғандарын көрдің бе? Ал оларға мен не істеп қойдым? Не жазығым бар? Неге сонша мені жек көреді? Өйткені олардың пиғылы жаман. Көрерсің, олар бұл үшін әлі жауап беретін болады. Айтқаным айтқан. Сен кек алу туралы ойлаушы болма. Өтінем. Біреудің көз жасына қалам деп қорықпаса, білгендерін істесін. Мен әкеме хабарласып, мән жайын түсіндірейін. Ол әрине асқан бай адам емес, бірақ жоғалған ақшаның орнын толтыруға көмектеседі деп ойлаймын. Сосын бәрін ақшасын қайтарып, өз еркімізбен кету туралы арызды бірге жазайық. Қалай қарайсың? Ақылыңнан адастың ба? Не үшін солай істемекшісің? Мен сен үшін бәріне дайынмын. Нұрлан, сен өзің не айтып тұрғаныңды білесің бе? Менің саған алғысым шексіз, бірақ бұлай істеуге мен жол бермеймін. Жақында сенің көрмең болады. Тікұшағың анау. Алмаған өткенде кету керек еді. Ертең сайлау болады. Маған ешкімде дауысын бермейді. Жаным қиналып кетті. Ал мен Парижге барғым келмейді. Қандай жағдай болса да, қасында болып, саған қамқор болғым келеді.
Нұрлан, сен өте мейірімді, жақсы адамсың, рас айтам. Кез келген қыз сенің жаныңда өзін бақытты сезінеді. Тек мен емес. Біздің арамызда достық қана. Достық қана дейсің бе? Нұрлан, мен сені өте жақсы көрем. Тек дос ретінде ғана. Алло? Әлібек Ануарұлы, сәлеметсіз бе? Мен сіздің ұлыңызбен бірге оқитын едім. Атым Камиля. Дастан студенттердің президенті болуға үміткерлеріміздің бірі. Осыған орай арнайы сайлау жасамақ. Осы шараға сізді де шақырамыз. Жоқ, о не дегеніңіз? Оқасы жоқ. Біздің есігіміз әрдайым сізге ашық. Я, сау болыңыз. Сен мұнда неғып жүрсің? Сені күтіп. Сен бұл бөлмеге рұқсатсыз кіруді әдетке айналдырып алған жоқсың ба? Жоқ. Не болды? Заттарымыз жоғалып жатыр. Иә, білем. Сендерге көмектесу үшін келдім. Рахмет. Бір амалын табармын. Мен саған ақша алып келдім. Тығырықтан шығуыңа бір септігі тиер деп. Маған әкем апта сайын ақша салып тұрады. Соңғы кездері жаратпап едім. Мен сенің көмегіңе мұқтаж емеспін. Өтінем шықшы, менің киім ауыстыруым керек. Мен сенің алдында кінәлімін. Саған қол ұшымды беру арқылы өткенге оралғым келеді. Дана, сен мені кешірші, өтінем. Солай болғанына қатты өкінем. Екеуміздің арамызда еш нәрсе болған жоқ. Болмайтын деді. Екеуміз еш үйлеспейміз. Соңғы кезде өзімді жайсыз сезініп жүрмін. Айдалада, тұман арасында адасқандаймын. Солай болғанына жүрегім ауырады. Дастан болды. Сені көргім де келмейді. Саған Нұрлан ұнайды ғой, солай ма? Солай ғой. Онда жұмысың болмасын. Қандай қатал едің? Нұрланның менен қай жері артық? Әлде Макс артық па? Анау Алинан керемет пе? Мен солай ойлаймын. Ешқашан қателеспейтін адамдай сөйледің ғой. Ақшаңды жоғалттың. Яғни кінәсіз адамдар емесіңдер ғой. Біле білсең, адамдардың бәрі бірдей. Тіпті екеуміз де бірдейміз. Екеумізді мансапқа қол жеткізгіміз келеді. Әйтпесе президентке араласып неміз бар? Дана, екеуміз неге бірге бола алмаймыз? Бірге дейсің бе? 1,5 ай бұрын ғана сен менен ұялатынсың. Басыма бәле тауып бергеніңмен қоймай, түк болмағандай бәрін басынан бастайық дейсің. Сол сәттер есіме түссе, әлі күнге дейін өзімді қоярға жер таппай. Өткен өтті, бірақ сен мен үшін жарылғансың. Егер менен теріс айналсаң, өмір бақи өкініп өтесің. Кешір. Сен кеш қалдың. Мен өзім үшін жаралған жанды баяғыда кездестіргем. Ол сен емес. Ал енді кет. Сонда менен артық көрген жаның Нұрлан ба? Қайдағы Қарағандыдан келген біреу? Сен оны ұнататыныңа сенбеймін. Несі бар? Ол маған ұнайды. Тіпті екеуміз кездесіп те жүрміз. Ал қазір сен менің уақытымды алып тұрсың.
Бәрі сондай жақсы басталып еді. Жақсылап дайындаламыз деп ойлағанмын. Дана жеңет деп үміттеніп жүргенмін. Ол жеңетін еді. Төндіре бермеңдерші. Бір мәнісі болар. Қалай төндірмейміз? 1 сағаттан кейін бәрі шешіледі. Дананы жауап қалады. Ақша қайда кетті дегенде не деп жауап береді? Ұрлап кетті дей ме? Ешкім оған сенбейді. Мазаққа айналдыратын шығар. Бірақ бәрібір ол мәселені қазір шеше алмаймыз. Осылай отыра берсек, әрине шеше алмаймыз. Бірдеңе қылып 140 000 теңгені тауып беру керек. Гитара тартайық. Италияда қолынан түк келмесе гитара тарт дейді. Мұндай мақалдарды италиялықтар емес, өзің құрастыратын сияқтысың. Олай да болуы мүмкін. Ал қане, Гаухар, бір бастап жіберші. Көңіл күйлерің жоқ қой, ә? Көңіл көтеретіндей себеп болмай тұр. Ақыры Дана жоқ екен. Маған әлгі ақша туралы бүгей шегесіне дейін айтып беріңдерші. Сол ақшаны Дана иемденіп кетті деп ойлайсыз ба? Жоқ, Алина, мен олай ойламайм. Мен тек қана барлығын білгім келіп тұр. Сол ақша менің тартпамда жатқан. Бірақ мен оған тиіскен де жоқпын. Біреу бізді дұрысы Дананы масқаралау үшін оның бәрін әдейі істеп отыр. Ал іштей күдіктеніп жүрген біреу жоқ па? Негізі бұлай ғой. Біз әрине ешкімге жала жапқымыз келмейді. Бірақ бұл Камиля мен Дастанның ісі ме деген күдік бар. Олар Данадай бәсекелесті қаламайды. Дәлел бар ма? Егер дәлеліміз болса, осылай отырамыз ба? Олардың ақша алғандарын ешкім көрмепті. Көрмеген нәрсені қайтып дәлелдейміз. Тест туралы әңгіме есіме түсіп отыр. Әділдік үшін күресетін адамның түрін. Жарайды. Екеуінің біреу ойланып кінәсін мойындар. Біраз күте тұрайық. Ал егер олай істемейтін болса, университет басшылығына хабарлауға тура келеді. Осындайда уақыт өтпей қояды. Қой, жарайды. Жастық шақты еске алайық. Осында екенсің ғой. Тұтқан неге көтермейсің? Ешкіммен сөйлескім келіп тұрған жоқ. Жайшылық па? Өз-өзіңді қолға ал, Дастан. 40 минут қалды. Айтатын сөзіңді жаттадың ба? Жаттаудың қажеті жоқ. Неге? Жоқ дедім, бітті. Мен бәрінен бас тартам. Дастан, ашу дұшпан ақыл дос. Мен сен үшін жанталасып жүрмін. Ал сен бәрін сыза салмақсың. Мен сенен көмек сұраған жоқпын. Менің таңдауым осы. Өзім білем. Өзім білем десең, қателесесің. Біле білсең, жарты сағаттан соң әкең келеді. Әкем? Мен оған ештеңе айтқан жоқпын. Ол қайдан білген? Әлде сен айттың ба? Иә, әкеңе мен телефон соқтым. Саған тосын сый жасағым келді. Ұлының төрде тұрып сөйлегенін көру әкесі үшін қуаныш емес пе? Әкеңнің көңілін қалдырмайтын шығарсың деп ойлаймын. Шынымды айтсам, енді маған бәрібір. Әкеңнің не ойлайтыны саған бәрібір ме? Иә. Жарайды. Сайлауды қойш. Ал егер тест мәселесі туралы білсе ше, немесе түні бойы сабақты оқудың орнына гитарды ойнайтыныңды білсе ше? Сен не мені қорқытқың келіп отыр ма? Солай болса ше? Осы сен неге маған таскенеше жабысып қалдың? Сенің айтқаныңа көнетін жан мен емес. Мен тек сенімен бірге болғым келеді. Ал мен оны қаламаймын. Қалағанда қандай?
Әуелі президент боласың, сосын саған көмекшілер керек болады. Өзің ақ маған өтініп келерсің әлі. Жетер. Сен өз бақытыңнан бас тартқалы отырсың ба? Ал мен ақымақ қызды ойыннан шығарып қойып едім. Ойыннан шығарған ес. Енді оны ешкім де сайламайды. Сонда оның студенттерден жинап жүрген ақшасын алған сен бе? Саған бәрібір емес пе кім алса да. Қайта осындай бұлықтарға араласпағаныңа қуанбайсың ба? Қам жеме, сен бұл үшін жауап бермейсің. Камила, мен тіпті не айтарымды да білмеймін. Сенен ондайды күтпеп едім. Менен аулақ жүр. Бұдан бұлай, сені көргім де келмейді. Қалай балам? Денсаулық жақсы ма? Жақсы. Сізді күтпеп едім. Қайдан жүрсіз? Қалай қайдан жүрмін? Енді мен балама қолдау жасамайым ба? Оның үстіне сен жұртшылықтың алдына бірінші рет шығайын деп тұрсың. Солай ма? Әке, мен сөйлемейтін болдым. Неге? Қалай сөйлемейсің? Көңіліме жақпайтын заттармен айналыспаймын деп шештім. Тіпті сіз айтсаңыз да. Сосын әлгі өзіңіз сұраған тест сұрақтарын? Иә. Шында да онырлап алған мен. Немене? Тест сұрақтарын мен ұрладым дейсің бе? Иә. Басқа. Дәл осыны сенен күтпеп едім. Енді мені қалай жазаласаңыз да өзіңіз білесіз. Сосын саясаткер болғым келмейді. Мен музыканы ұнатам. Мұның бәрі сізге ұнамайтын білем. Бірақ менің шыным осы. Кешіріңіз. Балам, мен сен үшін не істемедім. Отқа да түстім, суға да түстім. Ал сен? Әке, сіз менің жасында өзіңізге ұнайтын істермен айналыстыңыз. Сондықтан осындай дәрежеге жетіп отырсыз. Мен де өзім қалаған сүйіктісімен айналысқым келеді. Мен музыкамен айналсам. Солай де. Айтарың осы ма? Болашақта сенің не істейтініңді мен білетін шығармын. Әке, оны кейін сөйлесерміз. Ал қазір мені тыңда. Кейін дайындал. Сайлауға барасың. Мен ешқайда бармайым. Қысқарт. Осы еркелігің де жетеді. Айттым, бітті. Барасың деген соң барасың. Қалғанын кейін сөйлесерміз. Мен залда отырамын. Мені жерге қаратушы болма. Құрметті ұстаздар, студенттер және қонақтар. Бүгінгі студенттердің президентін таңдау сайлауына қош келдіңіздер. Өздеріңіз білетіндей, финалға ең көп дауыс жинаған 4 үміткер қатысып отыр. Нұрлан, сендердің тікұшақтарың финалға өтті деп естідім. Бағдарламаларын ұсынып, енді сапарға қамдана берсеңдер болады. Солай ма? Я солай. Францияға барып, өз жобаларыңды қорғап қайтсаңдар болады. Ол қалай өзі? Сосын айтам. Сонымен, 4 үміткер өз бағдарламаларын баяндап болғаннан кейін, сіздер 4 сағат ішінде дауыс берулеріңізге болады. Әр қайсыларыңыз тек қана бір үміткерді таңдай аласыңдар. Сонымен бірінші үміткерді ортамызға шақырайық. Ол Дастан Оразымбетов. Қайырлы кеш. Міне,
мынау менің баяндамам. Әрине, мен үшін арнайы дайындалған. Сөз жоқ, жақсы жазылыпты, бірақ мен мұны оқымай-ақ қояйын. Қысқа қайырғанда, мен ойлана келе, студенттер президенті болғым келмейді деп шештім. Шындығында бола алмаймын да. Студенттер өкіметінің басшысына лайық емес біршама іске араластым. Мысалы, тест жауабының ұрлануы, оны барлықтарыңыз білесіздер. Сол тестті мен алған болатымын. Иә, мен. Сонымен қоймай, мен үшін қымбат бір жанның көңілін қалдырдым. Жарайды, ол маңызды емес. Қысқасы, мен өз кандидатурамнан бас тартам. Сосын, егер осы залда маған дауыс берем дейтіндер бар болса, олар өз таңдауын Дана Өтеғалиеваға берсе екен. Ол ақылына көркі сай, өте батыл. Ең бастысы мейірімді жан. Оның бойында нағыз қазақ қызына тән мінез бар. Мен өз даусымды біздің университетіміздің президенті болуға лайық деп осы қызға берем. Иә, ұмыт барады екем. Дана мен оның тобы балалар қорына қайырымдылық есебінде жиналған қаржы ешқайда жоғалған жоқ. Ол өте сенімді адамның қолында. Біздің топтағы Камиляның қолында. Не? Ол оны Асқар Бекмұратұлына беруге дайын. Назарларыңызға рахмет.